Басталады сапарым, еріңдер достарым. Жасөспірім Марко Полоның хикаялары. Каирдегі даугерлер. 19 бөлім. Шөлде өткізген бірнеше күндік сапарымыздан кейін араб әлеміндегі ең үлкен шаһар Каирге де жақындап қалдық. Бүкіл назарымызды цитадельге аударайық. Оны өте алыстан көруге болады. Көріп тұрғаным тек қана аяқ іздері. Оның үстіне олар біздікі. Мына жаққа баруымыз керек. Меніңше мына бағытқа жүргеніміз дұрыс. Оны қайдан білесің? Маған сенші. Не істеп жатқанымды жақсы білем. Мен олай ойламайым, Марко. Мен анамды табуым керек. Бірақ оның орнына бізді ертіп бір жерге айналып соғып жатырмыз. Меніңше мұрынның артынан еруіміз керек. Мына иіс тым таныс. Неге ұқсайды өзі? Бұл ұқсайды құмға. Кейде анамды жеке өзіміз дегенін дұрыс деп ойлаймын. Достар, жағдайымыз қиын. Жаман жаңалық бар. Бүкіл тамағымызды тауысып қойдық. Қалаға жетпесек, көп ұзамай аштық басталады. Бір сәт тамақты ойламайтын кезің бола ма өзі? Мұнда жол көрсетіп жіберетін белгілер болса ғой шіркін. Фу-фу. Қараңдар, мынау Саладиннің қамалы ғой. Менің анам сонда болу тиіс. Кеттік тез. Қамал мына жақта. Ол Саладиннің қамалы. Иә, білеміз. Онда барғыларың келсе, ол туралы біраз ақпарат бере кетейін. Жоқ, рахмет, біз Жарайды, тыңдаңдар. асығып барамыз. Цитадельді сату үшін 7 жыл уақыт кетті. Бос сандырақ. Сен әрдайым болмайтын тірлікпен адамдардың мазасын Олай аласың. емес. Қамал туралы сұрады. Негізі біз сұраған жоқ едік. Кеттік, достар. Тезірек жетуіміз керек. Мені Атсу деп атасаңдар болады. Менің атым Атсу. Мені Акеке деп атасаңдар да болады. Дәу ауызыңды шабаласың ба сен өзі? Маған бәрібір. Мен қамалға кеттім. Жол! 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 Енді не болады? Жол! Енді анама қалай бара алам? Бұл шеру көп замай аяқталатынына сенімдімін. Осы сәтті пайдаланып, кішкене жүрек жалғап алсақ қайтеді? Уайымдама, Шейла, көп замай онда барамыз. Уайымдамау туралы айтпа. Демалғым келіп тұрған жоқ. Ал сен, тамақ. Екеуіңнен әбден шаршадым. Мен кеттім. Шейла, сен жалғыз өзің бұлай. Ей! Бұлай тұрыңдар. Не? Бұлай тұр. Жол бер! Бұл катапульта. Иә, білеміз. Егер қаласаң, ол туралы да айтып берейін. Жоқ, рахмет. Жарайды, ендеше тыңдаңдар. Катапульта снаряд лақтыруға арналған өте қауіпті қару. Ой, көп сөйлейсің. Катапульта туралы ештеңе білмейсің де. Сенен көп білемін. Өтірік. Рас. Дәлелде.
пах. Өзің пах. Катапультаның қалай жұмыс істейтінін білеміз. Дәл солай. Солай айттым ғой. Дұрыс па? Негізі жоқ. Сіз оған катапульта туралы ештеңе білмейсің деп айттыңыз. Ал керек болса. Өтірік. Рас. Дәлелді. Пах. Өзің пах. Өзің пах. Тоқтатыңыздаршы, бітпейтін дауларыңызға мені де қосып алдыңыздар. Оның бәрі ат судың кірәсі. Ол бәрін білгішініп кетеді. Өтірік. Рас. Өтірік. Екеуіңіз неге татуласпайсыздар? Шейла. Татуласуға талпынғанбыз баяғыда. Бла-бла-бла. Ол кетіп қалды. Оған қоса фу-фу кетті. Бірақ қазір ол ана жерде тұрған өзінің сөресіне барса, қуанып қалар едім. Пах. Шейла. Марко. Шейла мен фу-фу кетіп қалды. Бәлкім екеуіңіз қол алысып татуласарсыздар. Мүлдем. Марко. Қазір емес, Луиджи. Тамақ ішкің келсе, өзің барып іздеп тапсаңшы. Жарайды. Неге Ендеше қоймайсың? мен де кеттім. Тоқтаңдар. Тоқтатыңдар. Жоқ. Айя! Иә! Мен ана екі топасы жылдам жүреді екен. Аха! Иә! Сәлем, мен шаманы іздеп жүрмін. Шама? Әнші ме? Ол қарапайым адамдармен кездеспейді. Ол атақты. Бірақ мен оның қызы Шиламын. Баяғыда жоғалып. Шаманың қызы жоқ. Ол өзінің дауысы секілді сондай әдемі. Жарайды, ол мұнда емес. Ол кеше сапарға шығып кетті. Сапарға? Иә, ол Нілдің бойымен қайықпен серуендеуге кетті. Ендеше ол қайта оралғанға дейін оның бөлмесінде күте тұрайын. Мұнда кіруге рұқсат жоқ. Ана даудың бәрі менің тәбетімді құртып жібере жаздады. Бірақ менде оңай емеспін. Саған көп рахмет, менің өмірімді сақтап қалдың. Оқасы жоқ, мырза. Сен бұл жақтан емессің, солай ма? Жоқ, мен Венециядан келдім. Неткен сәйкестік, мен де Венециядамын. Өзімді таныстыруға рұқсат ет, капитан Барнабас. Қаласаң менімен бірге теңізге шыға аласың. Үйге? Сен секілді күшті әрі ержүрек теңізшіні ертіп жүретін едім. Өте қиын жағдайға иек артатын сенімді серігім боласың. Венеция. Арналар. Анамның тамағы. Біз күн бата жолға шығамыз. Бірақ жолға шыққанға дейін қаладағы танымал әншіні көру бақыты бұйырады деп үміттенемін. Шаманы айтасың ба? Ол түске дейін қайықпен кеткен сапарынан оралуы мүмкін. Ол сапарға шығып кетті ме? Ей, тоқтатыңдар ананы! Айтқандарың болсын. Қалға түсерсің бәлем. Мен кешірім өтінем, бірақ Венецияға сосын барам. Ана жаққа көмегім керек. Кіруге болмайды дегені жетеді. Мені ештеңе тоқтата алмайды.